Ағам біреу келіп айтады, ана сүннамен оқитын бауырларымыз дейді. Мен айтамын, сүннамен біз оқимыз. Кім мазхабпен оқыса сүннамен оқиды. Не үшін? Мазхабпен оқитындар сүннамен оқиды деп айта аламыз біз. Не үшін? Өйткені пайғамбар алейхиссалам бұған да дәлеліміз барды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Хойрул құруни қарни дейді. Ғасырдың жақсы менің ғасырым дейді. Пайғамбарымыздың өзінің ғасыры. Не үшін? Қандай сұрақ түссе пайғамбарымыз өзінен барып сұрайды. Суммаллади ялунахум, кейін оған көрші болған ғасыр дейді. Бұл кімнің ғасыры дейді? Сахабалардың ғасыры. Суммаллади ялунахум, кейін оған көрші болған ғасыр. Ол қайсы ғасырсы? Табииндардың ғасыры. Имам Абу Ханифа рахимахуллах сахабалардың ғасырында дүниеге келді. 80-ші хижрида дүниеге келді. Табииндардың ғасырында дүниеден өтті. 150-ші хижрида дүниеден өтті. Өзі табииннан болды. Пайғамбарымыз мақтаған 2 ғасырда өмір сүрді. Пайғамбарымыз мақтаған 3 ғасыр бар. Біреу өзінің ғасыры, екіншісі сахабалардың ғасыры, үшіншісі табииндардың ғасыры. Соның 2 ғасырында өмір сүрді. Біреуі сахабалардың ғасырында дүниеге келіп сахабаларды көрді, екіншісі табииндардың ғасырында дүниеден өтті. Пайғамбар алейхиссалату вассалам суммал яфшил кизб, кейін өтірік тарайды дейді. Өтірік тарайды дегеннен кейін неше мың жылдан кейін шығып, неше жүз жылдан кейін шығып біз тура жолдамыз дейміз да. Қайсысы лайық болады өзі тура жолға?